Бес айырмашылық. Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам сахабаларының өмірбаянын оқып, іздеп отырып, оларды басқалардан ерекшелейтін 5 өзгешелікті таптым. Бұл 5 айырмашылық оларға екі дүниеде де бақытты болуға және игілікке жетуге жәрдем берген. Бірінші, қарапайымдылық және жеңілдік. Олар өмірге және өз бастарынан өткен оқиғаларға қарапайым қорытынды жасап, өздерін табиғи ұстаған. Олар өздеріне қатысы жоқ нәрселерге килікпеген, ұсақтыққа бармаған. Тереңдеудің керегі жоқ мәселелерге кірген емес және артық талаптарды қоюдан қашқан. Екіншісі, күнделікті өмірлерінен орын алған құтты ілім. Бұл белсенді түрде іске асырылатын ілім және ол ілімдердің пайдасыз түсі болған емес, әрі нақты және түсінікті болған. Онда шатасу, бас қатыру еш болмаған. Алладан ілімді пенделер ғана қорқады. Фатыр сүресі 28 аят. Үшіншісі, оларда іс-әрекеттік амалдарға қарағанда мінез-құлықтық амалдар көбірек болған. Бұған таза ниет, мойынсұнушылық, өзін Аллаға арнау және хақты сүю, жаратқанның жарылқауынан үміт ету, оның мейіріміне ұмытылу және оның қаһарынан қорқу сипаттары кіреді. Ал енді денемен орындалатын ғибадаттар туралы айтатын болсақ, сахабалардың өздеріне қарағанда дене ғибадаттарына олардан кейінгі ергендер мықтырақ болған. Алла Тағала олардың тіпті есік терезелерін жауып алып, көрпелерімен бүркеніп алған кездеріндегі ішке бүккенін де, жария еткенін де біледі. Худ сүресі 5 аят. Төртіншісі, нәпсі қалауларына немқұрайды қарау және оларды өте зәру уақыттарда ғана пайдалану. Бұл оларға жан дүние тыныштығын және бақыттылықты алып келеді. Ал кім ақыретті қалап, мүмін ретінде сол үшін құлшына еңбек етсе, міне, осындай жандардың еңбегі міндетті түрде ақталады. Исра сүресі 19 аят. Бесіншісі, оларда қайғырып қапалануға уақыт болған емес, өйткені олар әрдайым Алла жолында тер төккен және бір істен қайтып келісімен екінші іске аттанған. Алла сол нұр мен кітап арқылы өзінің разылығына бөленуді қалап, соған сай әрекет ететіндерді жан тыныштығына, есендікке һәм мақсат мұраттарына жеткізетін жолдарға салады. Мәида сүресі 16 аят. Бұл туралы ойландың ба? Кім Алладан кешірім сұраса, Алла оны кешіреді. Кім Аллаға тәубе келтірген болса, Алла оны тәубесін қабыл алады. Кім Алладан жәрдем сұраған болса, Алла оған жәрдем береді. Кім Алладан қорған сұраған болса, Алла оны қорғайды. Кім Аллаға жалбарынып дуа жасайтын болса, Алла оның дуасын қабыл алады. Алла шын ықыласпен жасалған жақсы істерді қабыл алады және ол үшін сыйлықтарды береді. Кім тура жолда жүруге ұмытылып, ол туралы Алладан сұраса, Алла оны тура жолда жүргізеді. Алла Тағала сабырлыларды, мойынсұнушыларды, өзіне ғана тәуекел еткендерді және жақсы істерді жасағандарды сүйеді. Кім Аллаға ғана тәуекел еткен болса, Алла оған жеткілікті. Пайдалы және пайдасыз ілім. Ең жақсы ілім Алланың жолына қызмет жасаған ілім. Ал өздеріне шынайы ілім һәм иман берілген жандар болса оларға. Алла жазмыш кітабында сендерге дүниеде қанша уақыт тұруды жазса, қайта тірілетін күнге дейін сонша уақыт тұрдыңдар. Міне бүгін қайта тірілу күні. Алайда сендер мұны білмейтін едіңдер, тіпті білгілерің де келмейтін еді, деп айтады. Рум сүресі 56 аят. Ілімнің 4 түрі бар. Ол иманды да, имансызды да болу мүмкін. Бірақ олардың ілімдері өзгешеленіп тұрады. Алла Тағала айтады: олар дүниедегі қу тірліктің тек сыртқы жағын ғана біледі. Ал ақырет мәселесіне келгенде мүлдем ғапыл әрі бейқам. Рум сүресі 7 аят. Ақырет жайлы мәліметтер оларға пайғамбар арқылы бірінен кейін бірі келуде. Алайда олар оған күмән келтіруде. Жоқ, олар ақырет жайлы
Мұншама дәлел тұрғанда, көр соқыр болып қала беруді жөн көруде. Нәміл сүресі 66 аят. Олардың бар ілімі осы-ақ, дүниенің қу тіршілігімен, онда да оның сырт кейпін білумен ғана шектеледі. Нәжім сүресі 30 аят. Уа Мұхаммед, сондай-ақ оларға өз тарапымыздан аяттарымызға қатысты ілім нәсіп еткен кісінің оқиғасын айтып бер. Иә, ол өзіне берілген осынау ілімге қарамастан, бейне бір сыбырылған терідей, аяттарымыздан іргесін ашып сыбырылып шықты. Ақыры шайтан оны соңынан ілестіріп әкетті. Сөйтіп ол азғындардың біріне айналды. Егер қаласақ, оны аяттарымыз арқылы кемел адам деңгейіне көтеріп, адамгершіліктің шыңына шығарып, мерейін үстем қылар едік. Алайда ол жерге, яғни фәни дүниеге жабысып қалды да, өзінің әуейліктеріне еріп кетті. Оның мысалы құдды итпен тең. Зекіп құссаң да, тілін салақтатып, құс үйік болса да беріп қалар мекен деген дәмемен ұзап кетпей айналшықтап жүреді. Тимей жайына қоя берсең де, тіске басар бір нәрсе беріп қалар мекен деп, тілін салақтатып, айналшықтап қазыңнан кетпейді. Аяттарымызды жалғанға шығаратын қауымның жағдайы міне осындай. Уа Мұхаммед, ендеше ғибратқа толы осы мысалды оларға айтып бер, бәлкім ойланып сабақ алар. Ағраф сүресі 175-176 аяттар. Кейбір кісілерде ілім бар болғанымен, ол кітап артылған есек сияқты. Алған ілімдері оларға пайда әкелмейді, өйткені тура жолға түсуіне жәрдем бермейді. Егер олар бақыттан өздері қашып жатқан болса, содан соң қайтып бұл ілімдер оларға пайда бермек. Алайда олар тура жолдың орнына көрсоқырлықты, азғындықты таңдады. Фусилат сүресі 17 аят. Олар пайғамбарға: сенің бізді үндеп жүрген сеніміңе жүректеріміз мүлдем жабық. Жүректеріміз қат-қабат қаптаманың ішінде, құлақтарымыз саңырау және сені мен біздің арамызда перде бар. Олай болса, білгеніңді істе, біз де өз білгенімізді істейміз, деді. Фусилат сүресі 5 аят. Кітапханаларда біз қаншама кітаптарды көреміз. Бұл дүниеде қаншама кітапханалар бар. Олар әртүрлі кітаптармен толықтырылған, және олар санап бітпестей ілім-білімдерді қамтиды. Бірақ солай болса да, дүниеде қазіргіге шейін Аллаға иман келтірмеген миллиондаған ел бар. Сондай-ақ, сендерге бергеніміздей, оларға да есту қабілетін, көру қабілетін, һәм жүректегі сан алуан сезімдер нәсіп еттік. Алайда олардың құлақтары да, көздері де, жүректері де өздеріне титтей де пайда бермеді. Өйткені олар біле тұра Алланың аяттарына сенбейтін. Ахқаф сүресі 26 аят. Жоқ, дәмеленбей-ақ қойсын, өйткені ол қасарысып, аяттарымызға қарсы келді. Мүддәссир сүресі 16 аят. Оларға Раббыларының аяттарынан қандай да бір аят уахи жолымен келсе болды, еш ойланбастан одан сырт айналады. Әнғам сүресі 4 аят.